Шаһардағы ирригациялық каналдар мен арық жүйелерінің жай-күйі мәслихат депутаттарының назарында. Қаланың су тепе-теңдігін қамтамасыз ететін инфрақұрылымның жалпы ұзындығы 82 шақырымнан асатын 8 ирригациялық канал мен 2 дренаж желісінен тұрады. Бұл нысандар тұрақты күтім мен жүйелі тазалау жұмыстарын қажет етеді. Бүгін өткен мәслихат сессиясында халық қалаулылары су арналарының қазіргі жағдайын, атқарылған жұмыстардың нәтижесін және алдағы кезеңге жоспарланған шараларды талқылады. Қала аумағында жалпы ұзындығы 82 шақырымнан асатын 8 ирригациялық және 12 шақырымнан асатын 2 дренаж каналы бар. Соңғы жылдары бұл нысандардың тазалығы мен техникалық жағдайын жақсартуға ерекше көңіл бөлінуде. Биыл да каналдарды күтіп ұстау жұмыстары жалғасып жатыр. Атап айтқанда 2025 жылы Сеңкібай каналын механикалық тазалауға жергілікті бюджеттен 44,1 миллион теңге қаржы қарастырылыпты. Сонымен қатар бізде оңтүстік құрғату бойынша дренажды канал қаралған. Бұл Тәукеған көшесінің бойында, оның жобасын біз жасап қойдық. Жалпы сметалық құны 1 миллиард 200 миллион болып тұр. Жан жағындағы арнасына бетон құйып, дренажды каналды қалпына келтіру бойынша жұмыстар жалғасын табатын болады. Жауын-шашын мен қар еру маусымдарында су жиналу қаупі жоғары учаскелер үнемі мониторингке алынады. Каналдардың ластануына негізгі себеп тұрмыстық қалдықтардың заңсыз тасталуы. Биылғы көктемгі 2 айлық барысында ғана 19 шақырым арық канал тазаланды. Бүгінде су арналарының қауіпсіздігі мен өткізу қабілетін арттыруға ерекше көңіл бөлінген. Әсіресе жаз мезгілінде балалардың каналдарға жақын жүруі алаңдаушылық туғызады. Осыған байланысты қауіпті учаскелерді анықтау және қоршау жұмыстары кезең-кезеңмен жүргізілуде. Ең алдымен тәуекелі жоғары аумақтар назарға алынған. Енді ол үлкен қаражат талап етеді. Оның алдымен жоба дайындауымыз керек. Содан кейін барып Жамбыл су мекемесінің теңгеріміне өтеді. Жаңа Қазсушардың каналдың мәселесі бойынша өзіңіз айтып кеттіңіз, біз 2023 жылдан бастап бұл проблеманы Қазсушардың алдында көтеріп келе жатырмыз. Негізі біздің талабымыз қала аумағында өтіп жатқан Қазсушарға тиесілі каналдардың барлығын бойын қоршау, қала аумағында сол қауіпсіздік қамтамасыз ету. Депутаттар ұсынылған шешім жобасын мақұлдады. 2026 жылы Тараз қаласының арық жүйелерін күрделі жөндеу жобасына 300 миллион теңге бөлінген. Жұмыстар 2027 жылға дейін кезең-кезеңмен жалғасатын болады. Нұрдәулет Мұса, Эльдар Түстікбай, Қордай 24 Ньюс.